Елімізде білімге ұмтылған қазақ жастарының ақштан кейінгі таңдауы Канада елі екен. Себебі де жоқ емес. Дәл қазақ еліндегідей түрлі жұрт пен жамағаттың тірлігі тату мұнда. Бірақ қарымы мықты қазақ жастары осы ұқсастық үшін ғана Канадада қалды деу әбестік болар. Бұл мемлекеттің ғылымы мен технологиясы әлде қашан алға кеткен. Десек те, үйеңкі елінен үйренерімізде, үйретерімізде бар. Солтүстік Америка жерінде қазақ студенттері білім алып, ұстаздарымыз дәріс беріп жатыр. Тақырыпты тілшіміз Нұрбек Бекбау жалғастырады. Оларда шетелге шен алсын, шекпен кисін деп емес, білім алсын, берері бізге болсын деп жіберген едік. Абырайша айтсақ, өнері білімі бар жұрттың жағымды, жақсы деген бар тірлігін түсініп қайтуын қалаған едік. Асылы мүмкіндік берсе, сол бір амалдарды тұран топырағына тамыр жайдырсақ деп едік. Біздердің олар деп отырғанымыз болашақтықтар баяғы. Естісін деп етістік қойып сөйлеудің де мән жайы бар. Болашақ бағдарламасы бұл келесі күнді кемел етуге ұмтылған елдің төл туындысы. Сол себепті де сұрыптауда салмақтылық басым, талапта қатал. Кез келген болашақ егері, болашақ стипендиясының егері өз ана тілін өте жақсы білу керек. Неге десеңіз, сыртқа барып оқығанда ол тек қана оқу үшін бармайды. Оның екінші өте маңызды екінші рөлі бұл Қазақстанның елшісі болып табылады. Талапқа таланты сай келетіндер қазақты жерге қаратқан емес. Қайда жүрсе де алашатын аспандатып келеді. Канада елінің сенаторы Консилио Ди Нино үйеңкі елінде ілім ғылым үйреніп жүрген қазақ жастарын өзге елдің студенттерімен салыстырғанда оқ бойы озық екенін, көпті талантымен де тәртібімен де тәнті еткенін айтады. Әрі канадалық талай жұрт алаштың студенттерінің арқасында біраз дүниені біліп қалды дейді ол. Канадаға келсек, Торонто қаласы 150-дей қазақтың екінші мекені. Тізімнің тізбегі мұнан да үлкен болуы бек мүмкін. Себебі мұнда ілімізденіп келгендермен қатар қарым қабілетін, білген түйгенін осы елдің жұртымен бөліссем дейтіндер де табылады. Осында арнайы музыкалық мектеп ашқан Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Алматы мемлекеттік консерваториясының доценті Марат Мақсұтов сөзімізге дәлел. Менің қазірі бұл елде шәкірттерім көп. Бүгіннің өзінде біраз елге танылып үлгерген тәлімгерлерім бар. Ендігі арман атам мекенімде де осындай музыкалық мектеп ашып, Канада елінде көрген түйгенімді қазақы балаларға үйретсем деген. Осы мақсатта жылына 2 ретте келіп тұрамын. Бірақ әзірше мастер-класспен шектеліп жүрмін. Мараттың талайды таңдай қақтырып, бірнеше конкурстың лауреаты атанған әлден опера мюзиклдерге жарап жүрген тәлімгерлері де баршылық. 15 жасындағы біраз жарыстың жеңімпазы атанған жеткіншек Лиан Лоренс ұстазының мақтанышы. Марат Мақсұтов менің осы дәрежеге жетуіме көп көмек етті. Өз тәжірибесімен бөлісті. Қазір мен біраз жарыстарға қатысып жеңімпаз атанып келем. Сол бір кездегі білімнің арқасында. Бұл білгенімен бөлісіп жүргендер болса, түсінген түйгенін қазақ жеріне жеткізуге асық азаматтар да жеткілікті. Торонто қаласында 37 студент оқуда. Ізденер бағыты жаңа технология, әлеуметтік ғылымдар және керекті деген салалар. Йорк университетінде оқитын Ильяс Естәулетов пен оның қатарластары қазіргі қазақ үшін менеджмент пен инновацияны басқару ең керек істейді. Канададағы мемлекеттік басқару ол Қазақстанға ұқсауы мүмкін деп мен есептеймін. Өйткені Канаданың экономикасы жағынан ол Қазақстанға кішкене ұқсалайды. Сосын Канаданың жалпы табиғатын қарасақ, ол климатын қарасақ Қазақстанға ұқсайды. Сондықтан Канаданың қазіргі проблемаларын алып қарасақ та, олар Қазақстанның проблемаларына ұқсайды. Қазір Торонтоға көктем келді. Бұл жастардың жабылып наурызды тойлайтын кез деген сөз. Мейрамның ізін шала, қызығы мен шыжығы көп, емтихан деген уақыт келеді. Сосын диплом жұмысын қорғау бар алда. Сәтті аяқтаса, елге қайтып қызмет етер бақытты кезде алыс емес. Елге келген болашақ иегерінің басты мақсаты жұрт үшін жағымды да жақсы бір істі жайластыру. Яғни дайын табаққа тік қасық дегенді қойып, әу бастағы білсін, сол білгенін ел дәстүрімен тұрмысына кіріктірсін деген қағидаға қызмет жасау. Олар ойлайды, керемет бір жалақысы жоғары, пәтері бар, астында машинесі бар, жұмыс тауып береді. Бұл меніңше қате, себебі мұндағы Қазақстандағы реалий енді бөлек. Түсіну керек, мұнда біріншіден бәсекелестік те көп. Екіншіден, болашақта бітіріп келген жастардың шынында айтсам тәжірибесі аз. Біз шетелден алып келе салсымен білімімізді осында келіп бір керемет Қазақстанның
келгесін өркейтетін жастар деп айтуға болмайды. Себебі біз енді бітіріп келген жастармыз. Бізге біраз енді бейімделу керек, жұмысқа кіру керек, жұмыс істей білу керек. Және үлкен ағаларымыздың арасында біраз қызмет етіп, сол кісілерден практикалық тәжірибені алуымыз керек. Қысқасы, кеңес пішкен тон келте болмас деген болашақты бітіргеннің білім білігін, өзіміздегі талай жылғы тәжірибе талпынысты тірлігімізге тұтас ендіру негізгі мақсат енді. Әзірше міндетте мін жоқ, нәтиже әжептәуір. Лайым осылай жалғаса бергей. Нұрбек Бекбау, Апта КЗ.